Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті тыңдармандар. Бұл видео жазба, бейне жазба кешегі құсмұрын сөзінің атауының этимологиясына қатысты жазбаны қайта жазуға мәжбүр отырмыз. Себебі белгілі бір техникалық себептермен видеоның Фейсбуктан жоғалып кеткенін байқап отырмыз. Техникалық себептер деп отырғанда біздің тарапымыздан кеткен қателік деп ойлаймын, жобалаймын. Абайсызда сол жазбаны жоғалып кетуіне өзіміз себепкер болған секілдіміз. Сондықтан оқырманның көңілінде бір күмән қалмас үшін осы бүгін қайтадан жазуға тура келіп тұр. Әрине, кешегі ойымның бәрін түгел қайталай алмаспын сөзбен сөз, бірақ сол ойдың жетегінде, сол ойдың шырмауында, сол ойдың кеңістігінде ойымызды қайтадан жаңғыртқымыз келеді. Сонымен бүгінгі бейне жазбаның атауы құсмұрын топонимикасының этимологиясына қатысты. Бұл туралы біздер кешегі айтып өткендей Егемен Қазақстан газетінде қазыналы құсмұрын көне атаудың құпиясы атты мақала жазған болатынбыз. Одан кейін жергілікті Костанайская новости газетінде құсмұрын не птичий нос деген мақала жарияладым. Сол мақалалардың сілтемелері осы жазбаның астында тұр. Егер біздің айтқан, видеода айтқан ойымызды тереңдетіп білгісі келген оқырман сол жазбалардан, мақалаларды, сілтемеден мақалаларды оқи алады. Сондықтан оқырманға ыңғайлы болу үшін сол сілтемені салып отырмын. Сонымен біз бұл мақаланы жариялаған кезде әрине жұртшылық арасында, әсіресе тілші қауымдың арасында, филолог қауымдардың арасында бір дискурс туа ма деген деп ойлаған едік. Себебі біз құсмұрын сөзінің этимологиясын құстың мұрны деген жаңағы мағынада қолданып келе жатқанбыз. Кеңес дәуірінде солай қолдандық. Кеңес дәуірінің өзі 70 жыл өмір сүрді. Одан кейін мінекей 30 жыл тәуелсіздік тұсында өмір сүріп жатырмыз. Бас аяғын қосқанда 100 жыл көлемінде осы сөз, осы атау құстың мұрны деген мағынада қолданып келе жатыр. Сондықтан соған бір бөлек ой айтқанға біздің әріптестеріміз, қазақ тілінің жанашырлары, қазақ тілін зерттеп жүрген кісілер сондай бір пікір талас тоқысып, немесе өз ойларын айта ма деп ойлаған едім. Өкінішке орай ондай мәселелер көтерілген жоқ, бірақ Егемен Қазақстандағы мақаланың паралымына қарайтын болсақ, 1000-ның үстінен асып кеткен, 1100-дің үстінен асып кеткен. Бұны беті жұрттардың айтуынша бұл жақсы көрсеткіш. Мақаланың жарияланғанына 2 аптадан уақыт асты. Ал енді Костанайская новости газетіне бұл кешірек жарияланды. Егеменнен кейін бұнда мақаланы көрушілердің саны 5300-ден асып кетті. Демек, Facebook бетінде пікір айтылмаса да, әрине бірен-саран пікірлер бар, оған қазір тоқталып өтем. Көбі көп қаралғаны байқалып отыр, жұрттың қызығушылығы бар екенін көрсетіп отыр. Сондықтан осы айтылған мәселелерден қағаз бетінде, басылым бетінде айтылмай қалған мәселелерді осы видеода айтқым келеді. Біріншіден, қызығушылық мәселесін тағы да айтып кетсем, кешеде айтқан болатын, біздің қазақ тілді оқырманнан гөрі, қазақ тілді тыңдарманнан гөрі орыс тілді тыңдармандар өздерінің біраз ықыласын танытты. Яғни жекеге Фейсбукта жазбаса да жекеге телефон соғып, жеке нөмірімен хабарласып, өздерінің жаңағы бұрын білмей жүргендігін айтып, мән бермей жүргендігін айтып,
сосын кейбір мәселелерде сұрақ қойып айта алу, кейбір бір әріптесіміз айтады, өзі тілмен шұғылданатын кісі, орыс тілінің мәселесімен шұғылданып жүрген кісі, сол кісі мынандай астарлы сұрақ қойды. Көшмұрын деп орысша айтылып жүрген транскрипция сіздің ойыңызша, сіздің айтып отқан мақалаңыз бойынша дұрыс қой деп. Мен айттым, иә, көшмұрын деп орыстардың жазуы қазақтардың бұрынғы 19 ғасырларда сөйлеген, берген атауларына жақын, транскрипциясы жақын. Тек айырмашылығы орыс тілінде о деген дыбыс болмағандықтан оны у деген, сол о дыбысына жақын у деген дыбыспен берген деген ойды айттым. Бұл сол өз негізінде де өзі солай. Біз енді орыс деп жаңағы орыс тілінде деп айтамыз ғой, бірақ сол орыс тілінде өзінің еңбектерін жазған Шоқанда көшмұрын деп жазады. Шоқан Уәлихановты аузымызға алғандықтан енді осы жерде көшмұрынға қатысты Шоқанның тарихына да сөз етуге тура келеді. Бұл көшмұрын өлкесінде Шоқан дүниеге келген. 1847 жылы 12 жасында омбыдағы кадет корпусына оқуға аттанған дейін, Шоқан осы өңірде әкесі Шыңғыс Уәлиханов Аманқарағай округының аға сұлтаны болып жүргендіктен көшмұрында осы өлкеде өмір сүрген. Көшмұрын бекінісінде орыс үкіметі Шыңғыс Уәлихановқа қыстау салып берген. Сол қыстауда жаңағы жайлаған біздің Шоқанның әкесі осы көшмұрында бүкіл халықтарына ортақ үлкен мұра, бүкіл әлемде маңызы зор эпикалық мұра Едіге батыр жыры алғаш рет жарияланады. Бұл оқиға 1842 жылы болған. Оны алғаш жазуға түсіргендер жаңағы Шыңғыс Уәлиханов пен оның ағайындасы аға сұлтан Ахмет Жантөре деген кісілер. Бұлар ағайынды кісілер, хан сұлтандар, төре тұқымы. Осы Әлкей Марғұланның айтуынша болса, осы жазбаны жазуға Шоқан Уәлиханов та жас бала Шоқан Уәлиханов та атсалысқан деген пікірді айтады. Осылай да айтылып та жүр. Кейін Шоқан Уәлиханов өзінің осы Едіге батыр жыры, көшмұрында жазылған Қозы-Көкеш баян сұлу жырларын көшмұрынский список деп өзінің еңбегіне енгізген, соны дайындаған. Ол 1905 жылы Мелжаранскийдің редакциясымен жарық көрген еңбекте, Шоқанның алғашқы еңбегінде осы еңбектер жарияланады. Көшмұрынский список. Едіге батыр жырын Жантөре мен Шыңғыс Уәлиханов бұлар Жұмағұл ақынның аузынан жазып алдық деп айтады. Бұл кезінде Орынбор генерал губернаторы аға сұлтандарға, ауқатты кісілерге, бай кісілерге, билерге, оқыған кісілерге халықтың ауыз әдебиеті үлгілерін, қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жазып алу туралы тапсырма берген болатын, өтініш жасаған болатын, немесе өтініш деп айтуға болады. Осы өтініштердің негізінде осындай бастама немесе осындай үлгі жазбаға түскен. Сондықтан бұл тарихи мекен, өзінің орналасқан жерде өте көркем. Көшмұрын деген сөз бұл көлдің атауы. Көшмұрынға обаған өзені кіріп, содан қайта ағып шығады. Оңтүстік жақтан басталған, далалық өлкелерден басталған обаған осы көлге құйғандан кейін күш алып, суы молайып, солтүстікке қарай аға отырып, Тобыл өзеніне барып құяды. Міне осы бір керемет тарихи жер, көркем жер, маңайы сыңсыған орман, шалғыны белден келетін бір қазыналы жер. Қазыналы кезінде 2015 жыл бұрын, яғни 2005 жылы біздер Шоқан Уәлихановтың туысы ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты Едіге Уәлихановпен бірге Шоқан Уәлиханов атындағы институттың қызметкері біз осы Көшмұрынға экспедицияға барған болатынбыз.
бір күндік. Сонда біз сол экспедицияның әсерін Қостанай газетінде қазыналы Қосмұрын деген атаумен айқара бетке жариялаған болатынбыз. Біраз нәрселер сол жерде айтылған. Қазір егер әңгіме видеоны жазбасының барысында тіліме оралса, ол мәселені айтып кетермін. Сонымен біздің Қосмұрынымыздың осындай керемет тарихы бар. Екі Шоқанға қатысты, Едіге батыр жырына қатысты, рухани дүниемізге қатысты орны бар тарихи мекен. Енді біз, мен айттым жаңағы сөздің басында, 100 жылдан бері біз Құсмұрын деген сөзді құстың мұрнына балап келе жатырмыз. Кезінде Сәбит Мұқанов, Шоқан Уәлиханов туралы роман жазған, Ақ жұлдыз деген 2 кітаптан тұратын. Сол романда бұл Құсмұрын атауының туын себебін мынау көлдің маңындағы қыраттың бірі дейді. Сағым күндері жаңағы жерге қонғалы келе жатқан алып құстың тұмсығына ұқсайды, сондықтан ол Құсмұрын деп аталып кеткен дейді. Бұл менің бұл берген түсініктеменің немесе бұл берген анықтаманың жеке тұстары бөжей көзге түседі. Біріншіден, сағым орнатса ғана, сағым болған күндері ғана көрінетін болса, оған қалай атау қалай тұрақты орнығады деген сөз. Сағым күнде ойнай бермейді, оның үстінде солтүстік өңірлерде сағым ыстығы аз өңірде сағым аз ойнайды, аз шығады. Ал екінші мәселе, өзі құстың мұрнына ұқсайды дейді, бірақ өзінің сөзінде айтады, тұмсығына ұқсаған дейді. Құсмұрын аталып дейді, бірақ тұмсығына ұқсаған дейді. Демек, Сәбит Мұқановтың өзі сөзіне қайшы келіп тұр. Бірінде тұмсық дейді, бірінде мұрын дейді. Сондықтан бұл осы Сәбит Мұқанов сөзіне сүйеніп содан кеңестік замандағы орфографияның заңдылықтары, жазу заңдарымызға сүйене біздің Құсмұрын деген атау қалыптасқан. Ал шындығында бұл сөздің түбірі Құсмұрын емес, Құшмұрын. Бұл жерде мақаланы оқысаңыздар, оны тереңірек танысаңыздар, құш деген сөз бұл жерде екі деген мағынаны білдіреді. Мұрын деген сөз бұл жота, биік немесе қайыр, биік дегенді білдіреді. Сонда қарапайым сөзбен айтса, қарапайым қазақтың сөзімен айтсақ, бұл қос түбек болып шығады. Мұрын деген сөздің мағынасы жаңағындай түбек ретінде, қайыр ретінде берілетін неміс орыс тілшісі, тілші ғалымы Макс Васмер өзінің этимологиялық сөздігінде айтып еді. Орыс тілінің этимологиялық сөздігінде, сонда орыс тіліне мұрын деген сөздің түрік тілінен ауысқандығын айта келіп, бұлар бір сөздер фонетикалық ауытқулар арқылы беріледі деген түсінікті бере отырып, бұрын деген сөздің мысалға бірнеше мағынасын береді. Сонда жаңағы адамның мұрны деген мағынасынан басқа бұның песчаная коса деген мағынасы, мыс деген мағынасы, жаңа беринговый мыс деген секілді мағынасы бар екендігін айтып өтеді. Демек, бұл сөз, мұрын деген сөз, ол ертеректе бірнеше мағынада қолданған, тек қана қазақ адам баласының мұрнына қатысты емес, сонымен қатар жердің бедеріне, жердің ерекшелігіне қатысты қойылған. Міне осыдан келіп, біздің ол мағынаны ұмытып қойғандықтан қазақ арасында немесе жете мән бермегендіктен біз мұрынға ауысып кеткен. Шындығында қазақ құстың тұмсығын ешқашан мұрын деп атамайды. Құстың тұмсығы тұмсық, адамның мысалы мүшесі ол мұрын, жан жануардың мысалы мүшесі ол танау. Сондықтан осы мәселені біз мықты есте сақтауымыз керек. Ал енді кейбір мәселелерді айтып кетіру үшін біз ана қос деген сөздің қос деген мағынаны біз башқұрт тілінде күш деген сөзбен көріп отырмыз. Яғни башқұрттар екі деген немесе қос деген тарнай деген сөзді күш деп атайды.
содан Куштау деген оларда жердің атауы бар. Жақында жаз айында сол Куштауды инвесторлардан қорғап қалды. Ол арнайы қара деген ұғымды білдіреді. Фейсбукты ашыңыз, интернетті ашып іздеп көрулеріңізге болады. Куштау. Демек, біздің аталарымызда қош деген сөз бір мағынада тек фонетикалық ауытқулары арқылы қолданып жүрген, оның мағынасы екі, қос деген сөзде мағынаны білдіреді. Сонымен біздің қошмұрын деп жүргеніміз, қазақтың жалпақ сөзімен айтсақ, қос түлек. Енді Фейсбукта бір кісілер құсмұрын деген сөз бар ғой қолданысымызда. Әжелеріміз сақина тағатын еді, соны құсмұрын сақина деп атайтын еді. Иә, бар, оны ешкім жоққа шығармай. Енді 100 жылдан бері қолданып келе жатсаң, 100 жылдан бері құсмұрын деп айтып келе жатсаң, әрине сөз лексикамда қалады. Ол басқа сөздерді емес, шетелден кірген сөздерді кіргізіп алдық қой. Айта берсең, бәрі үйренеді, құлағымда үйренеді, көзімде үйренеді оқып жүрген, сондықтан құсмұрын деген сөз жалпақ тілімізде бар. Бірақ біздің кісілеріміз сондай уәж айтқан кезде күнде бармайды. Әжелеріміздің тағатын сақиналары, ол ондай бізде сақинаны көргенбіз, әжелеріміз таққан, ол бірнеше сақинадан тұрады. Ол саусаққа адамның 5 саусағының бәріне сақина тағылмайды, осы бір 4 саусағына сақина тағылады. Сол сақина нәзік шынжырлар арқылы, жіңішке шынжырлар арқылы бірлеске байланып тұрады. Міне осындай комплектті сақиналар болған, білесік және сақина, соны қазақ әжелеріміз құсмұрын деп атаған, себебі оның түрінде де құсмұрын тұр. Қос сақина, қос-қосталған сақина деген сөз. Тағы бір қызық, орыс тілінде күш деген сөз бар, сол күш деген сөз де қос деген сөзден ауысқан, күш түсті дейді, енді күш алдым дегенде ол жақсы бір мол нәрсені алғанда күш дейді. Сондықтан осы бізде осы құсмұрын деген сөз, немесе құсмұрын деген сөз сақина атауында сақталған, бірақ оның мағынасын терең зерттей білсек, қос саусаққа табатын немесе бір қармен тағылатын сақина дегенді білдіреді. Сондықтан біз құсмұрын этимологиясын көбірін осында қос түлек деп есептейміз. Оны қазақ қойған кезде бекерден бекер қоймаған, себебі құсмұрын көліне соғынып еніп жатқан екі қос түлек бар. Интернет Google-дың спутник трансляция арқылы көрдік, оны мақаламызға салдық, ашып көрулеріңіз болады. Өкінішке орай видеода көрсету мүмкіндігін мен әлі меңгермеген едім, оны көрсете алмай отырмын. Бірақ сілтемені ашсаңыздар, ол айқын көрініп тұр. Сонда біздің атауларымыз астында аэропланы жоқ, бар көтерілген биіктігі айталық аттың үсті, сөйте отырып осы көлдің ерекшелігін атап өткен. Ал оның үстінде түлек деген мәселе қазақ мал жайлаған халық болғаннан кейін, мал баққан халық болғаннан кейін түлектің маңызы ерекше. Себебі түлек көктем уақытта су тасыған кезде түлектерді су басады да, оған мол шалғын шөп шығады. Сондықтан сол мол шалғын шөпке ие болып қалған кісіге мал жайлау оңайырақ, немесе малы күйлі болып шығады. Сондықтан түлекке орналасу, түлекпен орын алу қазақта бұл маңызды мәселеге ие болған. Мінекей Шоқанның аталары Шыңғыс Уәлихановтар өте бай кісі болғаннан кейін, төре болғаннан кейін, билеуші болғаннан кейін осындай жақсы жерге ие болған. Ахмет Байтұрсынның ұлының туған жерде Сарытөбе деп аталады. Ол да меніңше сол Ақкөлге соғынып тұрған бір түлек болса керек. Қолы жеткен кісілер осындай түлекке ие болатын болған. Тау салат сол жерге тағылсын деген секілді. Міне біздің сонда құсмұрын атауының көне құпия сыры ашылып отыр. Бұл қос түлек деген мағынаны білдіреді. Енді мен бұл жерде бірден айқайлап шығып өзгертейік деген мәселені айтып отқан жоқпын. Біліп жүрейік. Иә, бізде қазір оң-солды осы атауларды өзгерту көрініс алып бара жатыр. Мен тіптен қазір соңғы кезде байқап жатырмын. Тағы сол баяғы большевик сарынды қайтқан біз
ұмытпай жүрміз. Кісінің атын беру, жер су атауларына кісінің атын беру деген мәселелер әлі өршіп тұр. Осыған менің қатты қарным ашиды. Себебі кісінің атын беру бұл большевик заманда шарықтау шегіне жеткен болатын. Патшалық Ресей империясының тұсында бұл көрініс ала бастады. Петр Первый өлгеннен кейін Санкт-Петербург қаласының атын соның құрметіне қойғанын сіздер тарихтан жақсы білеміз. Осы дәстүр көп уақытқа дейін осы Ресей империясында болып келді. Большевиктер оны шарықтатып үлкен неге биік жеткізді. Сол сана бізді әлі күнге дейін жүр. Біз әлі күнге дейін бір не болса бір ата кісінің есімін қалаймыз. Ал енді тарихиятуда ата бабамыздан қалған мұра, онда сыр бар, онда тарих бар, оған өте мұқият қарауымыз керек. Осы мәселені біз санамызға мықтап құйып алғанымыз дұрыс қой деп ойлаймын. Жаңағы Күшімұрындағы Обаған деген атаудың өзінде де құпия сыр бар. Ол сырды кейін ашамыз деп ойлаймын. Әзірге құпия бола тұрсын. Тұжырымдамамыз бар, қалай неден шығатындығын білеміз, тұшпалдап отырмыз. Жаңағы Күшімұрынға айтқандағындай Күшімұрын деген құстың тұмсығына ұқсайды деп жалпақ сөз, жалпақ ұғым емес, танымдарға сүйенген, мифологияға сүйенген жаңағы тұжырымымыз бар. Уақыт келгенде оны айтамыз, жазамыз деген ойым бар. Ойымыз бар. Сондықтан біздер Күшімұрын атауының сырын біз біліп жүргеніміз дұрыс. Жастарға осы мәселені айта отырып, олардың тіл тарихына, еліміздің тарихына деген қызығушылығын арттырамыз. Ата-бабаларымыздың жер атына дәл қоя берілген тапқырлығына немесе прагматикалық менталитетіне назар аудартамыз. Біздің ата-бабаларымыз өте прагматик кісілер болған. Өйткені осы мына климат, мына көшпелі тұрмыс, оларды прагматик болуға жетелеген. Әрине жаңағы арман нелер бар, палыс бар, жырларда, ақындардың жырларында, бірақ шындық өмір келген кезде, тіршілік тұсына келген кезде біздің аталарымыздың осындай практикалық жаңағы практикаға негізделген танымдары мол. Соның бірі Меке Құсмұрын Күшімұрынға қатысты айтылып отырған сөз. Оны біз өзіміздің жаңағы танымымызға мықтап енгізіп алғанымыз дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Ал енді жаңағы сөздің басында айтқан орыс тілді оқырмандардың қызығып, қазақ тілді тілшілеріміздің, ғалымдардың үндемей қалған себебін неде бір мәселені айтып өтейін. Қазір енді Тұрымтай тұсына балапан басына текті небір заман секілді көрініс тауып отыр ғой. Бірақ соңғы кездерде ғылымға, жаңағы өлкетанушылық зерттеулерге, әсіресе рухани жаңғыру бағдарламасын қолға алуына байланысты, ұлы даланың 7 қыры бағдарламасының жүргізіп жатқанына байланысты қызығушылықтар қоғамда көп деп ойлаймын. Соған ғалымдар өздері үнін қосып соған жауап беру керек деп ойлаймын. Себебі егер біз осылай жеріміздің тарихын айтылған бір тосын пікірлерге өз немқұрайлы қарайтын болсақ, ол тарих ешкімге керек те болмайды. Себебі бұл рухани жаңғырудың түпкі мағынасы қазақ жұртының тарихын, рухани мұрасын қайта жаңғырту болып саналынады. Бұл еліміздің, өлкеміздің тарихын білуге, даламыздың жаңа сырын білуге үгіттейтін немесе соған бастайтын бағдарламалар. Сондықтан мен бұл жерде енді айтайын деген біз осыған өзіміз үндеріміз қосуымыз керек. Дискурс міндетті түрде әр нәрседе болғаны тиіс деп ойлаймын. Бұл жерде енді бәр ғылымның бәрін фейсбуктың бетінде ашып тастау деген мәселе емес. Бұл жерде осындай бергі бетке қатысты дегенде, бетіндегі мәселеге қатысты болса да, жаңағы ойды айтып отырсақ, біз халқымыздың мынау
сатын беруге деген секілді санадағы сарқыншақтарды жояр едік. Мен бұл мәселелерді неге айтып жүрмін? Менің жалпы өзім зерттеу бағытым фольклор, әдебиет, бірақ осы кейбір кезде топонимикаға, сөздердің этимологиясына көңіл бөліп жүрмін. Сондағы мақсат жаңағы санамыздан большевиктік сананы ығыстырып шығару. Соған осылай осыған қызмет етсек, сол жұртымыздың тарихи санасын соны ығыстырып шығарамыз. Енді жаңағы Қышмұрын деген сөздің бір ғана сөзбен оны осы болды екен деп ғылымда ондай қағидат жоқ қой. Бір нәрсемен ғылымда бір ойды айтқанда оны бірнеше мысалдармен немесе дәлелдермен келтіру керек. Соның бірі ретінде мен бір-екі сөзді айтып өтейін. Қос деген мағынада, күш деген мағынаны, қос деген мағынаны білдіретін мынандай сөздер бар. Бірінші құшақтасу деген сөз. Құшақтасу деген сөз бізде егер қазіргі орфографиямен айтатын болсақ, оны біз қосақтасу деп айтуымыз керек. Яғни бұл екі адамның қосақтасу, өздеріңіз ойлаңыздар, көз алдыңызға елестетіңіздер, бір адамды ойша құшақтапшы, сіз не боласыз? Қосақталып қаласыз ол кісімен. Мінекей сонда қосақтасу деген қос деген сөз өзінше бөлек мағынада қалып қойған. Қос деген мағынада, құшақтасу деген сөз бізде жаңағы өзгеше, сәл өзгеше мағына сипат алған, бірақ түбірі бейнелік тұрғыдан алғанда екеуі бір. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, бізде құшбегі деген сөз бар. Мынау атақты Кенесарының ағасы Саржан мен Елжанды Ташкент құшбегілері өлтірді деген дерек тарихта бар, оны көпшілік біледі. Сонда құшбегі деген не? Құшбегі деген сөз көбінесе сол біздің тарихшыларымыз, әсіресе мынау кеңес дәуірінде орыс тілді тарихшылардың бір мерейі үстем болды ғой. Бар білетін орыс тілі, бірақ тарихты сол орыстың деректерін негізінде жазып, білген тілінің негізінде жазады ғой жалпы тарихты. Білген тілінің негізінде жазып, бізде көп кейбір қателіктер бар. Жалпы осы орайда мен Бүркіт Аяғанның деген тарихшы ағамыз бар, соның пікірін тыңдағайын, соны қуаттайын. Тарихшы кісі, қазақ тарихында жазатын кісі, кем дегенде қазақ тілін білу керек, қазақ тілін терең білу керек деген сөз айтқан. Және оның ар жағында Шағатай тілі бар, түркі тілі, оның ар жағында парсы, иран тілдері бар. Әрине орыс тілде бар, бірақ бергі ғасырдағы тарих, орыс тіліндегі тарих. Сондықтан осы мәселені осы тұрғыдан келгенде құшбегі деген сөзді бізде эпостық жырларда кездесетін ханның саятшылық құратын қызметін атқаратын, саятшылығына қызмет атқаратын құшпақтайтын құшбегілердің жаңағы содан туындатып жүрген мәселелер бар. Сондай лауазым деп құшбегі. Ол құшбегі деген сөз ол лауазым емес. Ол құсты бапта ол бөлек нәрсе, саятшылық ол бөлек нәрсе, ал құшбегі бұл әскерге қатысты нәрсе, әскери жасаққа, әскери қосынға. Құшбегінің түбірі қосын деген сөз. Яғни әскер, отряд. Қосын деген сөзге, бек деген сөзге қосылған кезде құшбегі болып, біздің жаңағы неміс термин ретінде орныққан, ол белгілі бір әскерді, отрядты басқаратын әскери лауазым түркілердегі. Мінекей Қоқан хандығы сол құшбегілер деген лауазымды енгізген. Ташкент сынды сауда қалаларды құшбегілер басқарып отырды. Кейін дәл осы күні патша үкіметі де алып, Алтын Ордадан шыққан патша үкіметі алып, мынау әскери бекіністер салғанда сол гарнизон отрядтардың басшысы етіп, генерал-губернаторларды, өз басшыларын әскери кісілерден қойған болатын. Міне осындай сөзді біз осы құшбегі деген сөзді осы қос деген сөздің мағынасынан таратамыз. Енді бұрын жаңағы кейбір кісілер айтуы мүмкін, жарайды анау бұрын мен мұрын
бір сөздерінде қандай мысалдар деген секілді мысал көп. Қазақша жалпы б мен б дыбыстары ауысып отырады. бір жерде мақта десек бізде мысалға кейбір жерде пахта дейді, оңтүстік жақта пахта деп атайды, пахтарал деген секілді. Өзбек тілде жақсы болат деген секілді. Сол секілді бұрын деген сөз біздің немізде бар, қолданысымызда. Мынау Алматының маңайында Борындай деген жер бар еді, қазір енді атын өзгертіп кетті деп естіп жатырмын. Бірақ бұрын біздің кезімізде, біздің жас кезімізде Борындай дейтін едік. Борындайыңыз кейбірі бұрын, жота, биік, дөңес дегенді білдіреді, тай деген тау дегенді білдіреді. Алтай деген сияқты. Сонда Борындай дегеніміз қазақша айтсам, қазақша айтатын болсақ, жалпы қазақ мұрын тау демекші. Осының дәл сондай мағынада Алматы мен Астана арасында, мынау Балқаш көлінің маңайында Биікті деген станцияның ол жақ бер жағында Мұрынтау деген станция бар. Сонда сол Балқаштың маңайында Мұрынтау мен Алматының жағында Мұрынтай екеуі бір сөз. Мағынасы тек қана бір фонетикалық ауытқулармен беріліп отыр. Сондықтан біз бұндай тілдік құбылыстарды жақсы бағамдай білуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл даланың үстінен талай тайпалар өтті, талай жұрт өтті, бірнеше не өтті. Олар барлығы өзінің ізін осы тілімізде қалдырып кеткен. Сол сақталып қалған нәрсенің бірі осы тіл, жаңағы тілімізде сақталып қалған. Сондықтан мінекей Борынтай мен Мұрынтаудың мағынасы бір деп есептейміз. Қазақ жерінде сол екі нәрседе бүгінгі күнде сақталып жеткен. Бұдан да басқа мысалдарды әрине кездестіруге болады деп ойлаймын. Оны әрі тереңдетіп жазуға болады. Ол біздің тіліміздің өзінің бір ерекшелігі, ұлы далада өткен адам тайпалардың тарихы деп айтуымызға болады. Көп мәселе моңғол тілінде этимологиялық сөз, жаңа топонимиканың іздері бар бізде. Егер былай жобалауға болады, егер қазіргі қазақ тілінде қолданысында жоқ сөздер, ұғымдарға қатысты бір топонимика кездестірсеңіз, оны түркі тарихынан іздеу керек, туыстас елдердің тарихынан іздеу керек. Бұл жерде басқа жұрт келіп бөтен топонимика қоймаған. Мысалға бір мысал айтып өтейін сіздерге. Бұрында бір рет айтқан болатын. Қазір осы мәселеге байланысты тағы да бір еске салып өтейін. Ақтөбеде Қобда өзен деген, үлкен Қобда, кіші Қобда деген өзен бар. Ал Моңғолияда сол Қобда деген өзен бар. Сол екеуі бір атау. Кімдермен келген? Моңғолдармен келген. Біздің жерімізге моңғол шапқыншылығы дейміз, моңғол империясының тұсында біздің даламызға келіп Қобда деген сөз орныққан, атау орныққан. Бір қызығы Қобда өзенінің бойында жаңағы қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова дүниеге келген. Сонда ана батыр жұрттардың жалғасы мінекей Әлия Молдағұлова сынды қазақтың қызының бейнесінен, ерлігінен жалғас тапқан деп айтуымызға болады. Мінекей осындай сырлар бар біздің жер атауларымызда. Тағы да сондықтан мен бұл видеоларды жазып жатқан сырын тағы да жасырмайын, айтайын. Ашық болған дұрыс қой. Мәселен біз осындай мәселелерді айта отырып, үлкен кісілердің санасында қалып қойған баяғы коммунистерде, коммунизм заманында өмір сүріп, большевиктік идеялармен қаруланған үлкен кісілеріміздің санасындағы сатын беру, және бір онан арғанда бір тайпалық, рулық сананың жетегінде қалып, өзінің тайпасына қатысты, өзінің руына қатысты, өзі шыққан руына қатысты кісілердің атын жер атауларына тықпылау мәселелеріне біздер сақтықпен қарау керек. Осындай мәселелер, осындай видеоның осындай да сақтық шаралары ретінде жазылып жатқан сипаты бар.
Бұны ескеріңіздер деп ойлаймын. Біз тағы да қайталап айтамын, жердің тарихы, жердің атауы ол елдің, жер атауы елдің хаты. Біздің ата-бабаларымыз тастап кеткен хат бізге. Сондықтан ол хатты мұқият ашып, мұқият сақтап, мұқиятты түрде келесі ұрпаққа немесе келесі буынға тарихтың қойнауына жеткізіп шығарып салып отыруымыз керек. Осы мәселелер төңірегінен біздің ойларымыз осылай туындап отыр. Егер жаңағы оқырмандардың тарапынан сұрақтар қойылып жатса, осы видеоның астына жазуына болады, жауап беруге тырысамыз. Себебі бұл бәріміздің тарихымыз, біздің туған өлкеміздің тарихы, ұлы даланың тарихы, бұған бейжай қарамайық. Біз еліміздің тарихын, жердің тарихын, мекен атауларын сақтай отырып, бұл біз жердің қасиетін, бұл жердің, туған жердің ұлылығын насихаттаймыз. Қандай бір тұлға болмасын, жердің атын, жер атауын, қала атауын берудің қажеті жоқ. Осыны біз жақсы ескеруіміз керек. Сондықтан, құрметті достар, мен осымен Қошымұрын атауына байланысты жазып отқан бейнемді аяқтағым келеді. Бір мәселені еске салып кету керек. Біздің орфография, кеңес дәуіріндегі орфографиямызда біздің Қошымұрын деген сөздің құсмұрынға айналып кетуіне әсерін тигізді деген ойды айтқымыз келеді. Себебі біз кеңестік тұста біз морфологиялық принциппен жазуға ұмтылдық. Әрине бәр жерде морфологиялық принцип сақталды деп айтуға болмайды, бірақ көбінесе біз орыстың несіне еліктеп, орыс тіліне еліктеп, орыс орфографиясының заңдылықтарын еліктеп, біз сөздердің түбірін сақтап жазу мәселесіне көңіл бөлгеніміз бар. Сөйтіп құсмұрын деп аталып кетуімізде орында орфографияның ереженің әсері бар ғой деп есептеуге болады. Сондықтан мінекей қазір біз латынға көшіп жатқан кезде үлкен дискурс осы тіліміздің фонетикалық ерекшеліктерін сақтап жазу керек деген мәселе төңірегінде болып жатыр ғой. Латын әліпбиін қабылдап жатырмыз, бірақ осы латын әліпбиі графикасының негізінде жазылатын орфографиялық ережені бізде баяғы ережемен сақтай отырып жазуымыз келеді. Оған қарсы топ та бар, оны көріп жүрміз, естіп жүрміз, біліп жүрсіз де бәріміз. Егер орфография мәселесін біз шешіп алмай, шынымен де латын графикасына көшудің мәселесін тоқтата тұрған дұрыс болар ма деп ойлаймын. Себебі бір нәрсені екінші нәрсеге ауыстыра салу, шапкасы жаздан қысқа киетін шапканы немесе қысқа киетін шапканы ауыстыра салу сияқты жаңағы мезгілдік мәселе емес. Оның астарында көп терең құнды мәселелер жатыр. Сондықтан біз осы латын графикасына көшіп жатқан кездегі мәселеде бейжай қалмауға тиістіміз деп ойлаймыз. Кеңес дәуірінде кирилл алфавитінің әсерінен орысша сөйлету, қазақты орыстандыру мәселесіне қатысты осы орфографияда да көп сөздер күрес болған. Бізде бұрын мақтанатынбыз, қазақ халқы, біз өзге СССР-дағы өзге халықтардың ішінен орысша сөйлегенде акцентсіз сөйлейтін халықпыз деп. Неге акцентсіз сөйлейміз? Себебі біздің орфографиямыз, орфоэпиямызды орыс орфоэпиясына немесе орыс дыбыстарына жақындатқан. Сондықтан біздің кішкентай кезімізден солай сөйлегенімізге байланысты бізде орыс сөзіне сөйлеген кезде біздің жаңа акцентіміз көрінбейді. Ал анау кішкентай кезінен өзінің тілінде сөйлеп, өзінің жаңағы тілінің заңдылықтарын сақтап қалған елдерде акцент басқа орыс тілінде сөйлеп тұрғанда анық көрінеді. Кавказ жұртынан, өзбек жұртынан дейік, айталық тәжік жұртынан деген секілді. Сондықтан бұл жерде де осыған орфографияның әсері бар екендігін, орфография мен орфоэпияның әсері бар екендігін біздер ескеруіміз, қаперде ұстағанымыз жөн.